Ассаламуалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін тағы да бір комедиялық жанрындағы бір киноға шолу жасайық. Кезекті киномыз 1997 жылы шыққан «Мышиная охота» деген қызық кино. Ал достар, ыңғайланып отырыңыздар, қазір қарқылдаймыз. Бірақ киномызға шолу жасамай тұрып, арнамызға тіркеліп, сыйлық жасап қойыңыздаршы. Ал, кеттік. Ең басында ағайындылар Ларс пен Эрни қайтыс болған әкесінің жерлеу рәсімін өткізбек болып шіркеу үйінен шығып бара жатады. Ларс дегені табыттың бір жағынан қатты көтерімдеп ұстайтын жерін сындырып алады. Екеуі әкесін табытымен жерге түсіріп алады. Әкесі табыттан шығып ұшып кетіп құдыққа түсіп кетеді. Күлейік пе, жылайық па? Екінші күні ағайындылар әкесінің қалдырып кеткен жіп өндіретін бизнес компаниясындағы кабинетінде, яғни бөлмесінде отырады. Әкесінің қалдырып кеткен мұрасын тыңдап отырады. Оларға осы бизнесті тоқтатпай жүргізе беру бұйырылған екен. Эрни дегені компанияны сатқысы келеді, ал Ларс болса қарсылық білдіреді. Сонымен қатар әкелері қаланың сыртында үлкен жартылай бұзылған зәулім үй қалдырып кеткен екен. Ол үйді сатпай ағайындылар ие болып қалу керек екен. Эрнидің өзінің жеке жұмысы бар. Ресторанда шеф-повар болып жұмыс жасайды. Бүгін мэр келу керек екен деп кетіп қалады. Кеш батып, мэр отбасымен Эрнидің ресторанына кіреді. Эрни асхана жақта тамақтың дәмін тексеріп жатады. Кабинеттен алып келген ескі қорапша бар етін ішінен тарақан шығады. Кейін тамақты дайындап болған соң Эрни асты өз апарады. Енді подача керемет көрінеді. Сол кезде папарацци келіп қалады. Мэр тамақтанып бір қытырлақ бірдеңе жеп жатқанын айтады. Қыздарының біреуі «Сен тарақан жеп қойдың» деп айғай салады. Ты съел голову! Мэрдің жүрегі тоқтап, сол жерде қайтыс болады. Ал Эрнидің ресторанын жауып, Эрни жұмысынан айырылады. Ларс болса компанияда, яғни жіп өндіретін зауытында жүреді. Бір адамдар келіп, «Мына зауытыңды сат бізге» деп үгіттеп жатады. Ларс болса қалтасына қолын салып, байқамай бір кішкентай жіпті алып шығады. Кезінде әкесі тірі болғанда балаларына ақыл айтып, осы жіпті Ларсқа тапсырып кеткен екен. Яғни жіпті көрген сайын маған берген уәделерің жайлы ойланасыңдар дегендей. Мен бұл зауытты сатпаймын деп тұрып алады. Оған әйелі болса ашулануда, негізі әйелдердің ақылы қысқа деп бекер айтпаған екен. Немесе мына жігіт әлсіз бе? Қысқасы әйелі Ларсты үйінен қуып шығады. Ларс болса бір асханаға кіріп тамақтанайын деп шешеді. Сонда рестораннан айырылған ағасын көреді. Екеуі сыртқа шығып, не істейміз деп әңгімелеседі. Сөйтіп әкесінің қалдырған ескі үйіне барады. Екеуі сол түні сол үйде қонады. Түнде жатқанда үйде біреу жүргенін естиді. Екеуі тұрып бір бөлмеге кіріп қарай бастайды. Бір кезде қаншама түнгі көбелектер атып шығады. Екеуі шошып айғай салады. Одан кейін тағы да шошып айғайлайды. Қимылдап тұрған ойыншықтың көлеңкесі кез келген адамды шошытады ғой. Эрни үстіңгі шатыр жақты қарайды. Онда осы үйдің иесі тышқан жүреді. Ал танысып қойыңыздар. Міне, бүкіл қызық осы тышқанмен болады. Бұл тышқан біздің басты кейіпкерімізде десек болады. Екеуі қопарып бір өте қымбат документтерді тауып алады. Сөйтсе, әкесінің қалдырып кеткен ескі үйі мұрадан келе жатқан қымбат үй екен. Ол үйге енді адамдар келіп қызыға бастайды. Бір бизнесмен келіп, үйлеріңіз керемет екен, мен аламын дейді. Эрни болса оған, бұл үй кезінде қымбат еді, қазір мүлдем қымбат және алушылар да көп дейді. Біз арнайы аукцион жасаймыз, соған келіңіз дейді. Бүкілі кеткен соң ақшаны елестетіп армандап отырады. Тышқан болса үстінен тыңдап тұрады да астына түсіп жақынырақ келеді. Екеуі тышқанды көріп қалып, Эрни оны өлтіру керек деп шешеді. Эрни ол тышқанға қақпан құрып қояды. Түнде қақпаны тарс ете қалады. Екеуі жымиып ұйықтай береді. Таңертең қақпанды қарайды, бірақ тышқан жоқ болады. Екеуі ас бөлмесіне келіп, Эрни хлопья қорапшасын алады, ішінен бағанағы тышқан шығады. Екеуі айғай салып, тышқанды ұстамақ болады, бірақ керісінше бірін-бірі жарақаттайды. Біреуі сыпырғышпен, екіншісі балғамен ана тышқанды қуады. Тышқанды енді ұстаймын деп жатқанда, Ларс Эрнидің қолынан балғамен бір береді.
Тышқан болса өз үйіне кіріп кетеді. Екеуі уыз әкеліп кішкентайын кесіп алып қақпанға қоймақшы болады, бірақ тышқан болса екеуінің артынан үлкен уызды алып кетеді ғой. Кейін екеуі үйге жөндеу жұмыстарын жүргізе бастайды. Тышқан тамаққа тойған соң өзінің жататын орнына барып ұйықтайды. Енді ұйқыға кетіп еді, бір кезде жұмыс барысында жүрген Ларс іргелерді шегемен қаптай бастайды. Тышқанның тыныштығын бұзды ғой. Соңында тышқанды әне-міне өлтірмек болып жатады, бірақ ағасы шақырып қалып, тышқан аман қалады. Ағасы джакузи әкелген екен, соны көтерісіп жіберу керек екен. Үйге кіргізіп бара жатқанда ана тышқан екеуін шошытады. Екеуі джакузидің ішіне құлап, сыртқа далаға бірақ шығып, мұз айдынына бірақ келеді. Мұз жарылып, екеуі суға батып кетеді. Судан шыққан екеуі бір бөлменің ішіне қаптатып қақпандар құрып қояды. Енді шығып кетейін десе, есік ашылмай қалады. Екеуі сол жерде ұйықтап таңертең оянады. Бір кезде тышқан өз үйінен шығып, ешбір қақпанға денесін тигізбей, ас бөлмесі жақтағы ыдыс аяқ жаққа көтеріледі. Ал мінді. Енді не істейді ойлайсыздар? Ақылды тышқан керісінше анау екеуіне қақпан жасайды. Тышқан шиені жерге түсіріп, содан кейін қаншама қақпандар бір-бірлеп тарсылдап екеуіне келеді. Ағайындылар тышқанға құрған қақпанға өздері түседі. Ал тышқан болса, жай ғана түсіп, қақпаннан қалған уыздарды алып кетеді. Қараңыздаршы, қандай ақылды. Эрни мен Ларс болса шаң сорғышпен тышқанды қуады. Ол бір тесікке кіріп кетіп еді, сол тесікке шаң сорғышты кіргізіп, тоқтамай бүкіл нәрсені сора береді. Нәтижесінде бүкіл қоқыс нәжісті сорып, шаң сорғыштың қабы толып кеткенін сезбей қалады. Сөйтіп қап жарылды, бүкіл үй нәжіс болады. Дәл сол кезде үйге бір адам келіп қалған айтсаңшы. Екеуі үсті бәрі нәжіс болып қарсы алады. Ағайындылар енді үй жануарлар ұстайтын жерге барып мысық іздейді. Ол жерден үлкен породалы ашулы мысықты үйге әкеледі. Мысықты үйге әкелген соң қарайды, шынымен мысық ашулы екен. Мысық бірден тышқанның иісін сезіп іздей бастайды. Мысық тышқанның үйіне тоқтап, қораптың ішіне тығылып күтіп отырады. Тышқан шығып, ана қорапты өзі қызығып қарай бастайды. Ішін қарап қалса, үлкен мысық. Мысық атып шығып, тышқанды қуа бастайды. Бейшара мысық ол да тышқанды ұстай алмай әлек болады. Ағайындылар компанияға, яғни жұмыс жасайтын зауытына барады. Ондағы жұмысшылар жалақы беріңіздер деп ашуланып жатады. Ларс пен Эндри қашып кетеді. Ал ана мысық тышқанды қуып, ең соңында өзі қақпанға түсіп, жеңіліске ұшырайды. Болмаған соң екеуі үйге арнайы профессионал тышқан, құрт, құмырсқа, жәндіктерді ұстайтын адамды шақырады. Екеуі кетіп қалады. Ларс болса зауытына барып, бір тірлік істеп жүріп, байқамай киімінің шеті бір жерге ілініп қалады. Өзі байқамай жұмыс машинасын қосып, киімінің жылынып жатқанын білмей сезбей қалады. Артынан байқаған соң біраз арпалысады. Басқа жақта ағасы Эрни сол зауытты сатуға клиенттерін іздеп жүреді. Кейін клиенттермен кездесетін жерде күтіп отырады. Арасында қарсы отырған әйелдермен де әзілдесіп қояды. Кейін таныспақшы болып жақындағанда басындағы бас киімі желмен ұшып кетеді. Бас киімінің артынан қуып, киіп алып клиенттерін көріп қалады. Сол жаққа аттанайын деп жатқанда байқамай көлік қағып кетеді. Басқа жақта ана кісі тышқанды зерттеп, оны іздеп жүреді. Бірақ тышқанды жай қарап отыра ма? Ол масқара қақпан жасап қойған екен. Бейшара мына кісі жаман таяқ жейді, бүкіл денесіне жарақат алады десек те болады. Эрни ауруханаға түсіп қалады. Артынан Ларс келеді. Екеуі үй жаққа келеді. Үйге келсе, үйдің қасында полиция және жедел жәрдем жүр екен. Ал ана кісі болса ашулануда. Екеуі үйге кірсе, үйдің іші быт-шыт екен. Үйде бағанағы кісінің диктофонын тауып алады. Сонда бүкіл тышқаннан көрген қиындықтары сөздермен жазылған екен. Думаю, это необычная мышь. Сөйтіп екеуі бұл жай тышқан емес, ерекше тышқан деп шешеді. Ас бөлмесінде дауыстар естілген соң сол жаққа барады. Барса ол жақта жайрап жатыр екен. Бір кезде бутерброд қозғала бастайды. Қолдарына таба алып, өзінше тышқанның көзін құртпақшы болады. Бірақ
тағы да өздері таяқ жейді. Эрни тышқанның артынан қуамын деп бір жерге кіріп кетеді. Ал тышқан сол кезде газды жіберіп қойған екен, яғни қосып қойған екен. Ана Ларс жарық беремін деп сіреңке жағып қалғанда екеуі де ұшып кетеді. Эрни мүлдем ракета құсап ұшып кетеді ғой. Мына жақтан Ларс, ана жақтан ашулы Эрни бір-біріне жолығады. Сөйлей алмай қалады ғой негізі. Ой, шегім-ай. Ашуланған Эрни енді қолына мылтық алуға дейін барады. Тышқанды көріп қалып бірден ата бастайды, бірақ тигізе алмайды. Тышқан бір тесікке кіріп кетіп еді, сол жерге мылтықты кіргізеді. Дәл сол жерде астында газдалған зат жатады. Мылтықпен атып қалған еді, тұрған жерлері жарылып, астына екеуі де түсіп кетеді. Тышқан үстінен қарап, жеңілесіңдер ме дегендей қарап тұрады. Кейін екеуі енді ашуланған бір-бірімен ұрса бастайды. Тіпті бір-біріне қатты сөздер айтып айғайлап кетеді. Бір кезде Ларс тұрған апельсинді қолына алып Эрниге лақтырып қалады. Сонда әр жағында жай жүрген тышқанға тиеді. Тышқан талып қалады. Қаншама рет тышқанды ұстай алмай жүрген екеуі байқамай тиген апельсинмен тышқанды құлатады. Қызық, иә? Осыны екеуі де бір-біріне айтып жатады. Мы бы сэкономили, если бы сразу бросили в нее апельсин. Тышқан демалып жатқан көріп өлтірмекші болады, бірақ екеуі де бата алмайды. Мейірімді адамдар екен. Екеуі сол тышқанды қорапшаға салып, бір мекен жайды жазып, почтаға апарып тастайды. Кейін үйіне қайтадан жөндеу жұмысын жасайды. Үйге аукционға қонақтарын шақырады. Ларс сыртқа шықса, бағанағы қорап почтадан қайтып келген екен, ал тышқан тесік жасап шығып кеткен екен. Бір кезде аукцион басталады. Ларс келіп алыстан Эрниге тышқанның осында екенін түсіндірмекші болып жатады. Эрни сөз сөйлеуге шығады, ал Ларс әлі де түсіндірмекші болады. Сөйтіп Эрни де тышқанды байқап қалады. Ол әкесі берген жіпті жеп қояды. Сөйлеп болған соң екеуі бір-бірімен кездесіп, енді не істейміз деп жатады. Ол тышқан әдейі үйді сатпаңдар деген сияқты тірлікті жасайды. Екеуі аукцион болып жатқан жерде тышқанды қуып, әйтеуір Ларс ұстап алғандай болады. Бірақ тышқан қолынан босап Ларстың денесіне кіріп кетеді. Ал аукцион қызу талқыланып жүріп жатады. Последняя ставка 5 миллионов. Арпалыс үстінде Ларс байқамай келген қонақтарға от жіберіп қалып өрт болады, бірақ аукцион тоқтамай жүріп жатады. Ал үйдің ішінде адамдар жүгіріп быт-шыт болып кетеді. Бір кезде Ларс шлангына келіп, екеуі тышқанның үйіне су жібере бастайды. Судың тасқынын қатты қосқандықтан үйдің іргелері тез арада суға тола бастайды, ал тышқан қашумен болады. Бір кезде аукцион болып жатқан жерінен іргеден су ағып, барлығы судың астында қалады. Ол су үйден кетіңдер дегендей бүкіл далаға шығарып жібереді. Ашуланған қонақтардың барлығы кетпекші болады. Эрни оларды тоқтатып, кетпеңдер деп жатқанда, артындағы үйлері қирап құлайды. Барлығы қарқылдап күліп кетіп қалады. Ал ағайындылар Ларс пен Эрни сынып қалған үйінің қасында қалып қояды. Төбеден әкесінің қалырып кеткен жібі ұшып түседі. Екеуі кетеді де жұмыс орнына барып ұйықтайды. Ол жерге бағанағы тышқанда еріп келген екен. Таң атпай зауыттың машиналары жұмыс жасай бастайды. Ларс пен Эрни сол дыбыстан оянады. Екеуі оянып қараса, зауыттағы заттар өздері қозғалып жатыр екен. Екеуі басына қарай түсіп, машинаның тоқыма жіпке ұқсайтын бір зат жасап бергенін көреді. Сөйтсе, сондай формадағы уыз екен, яғни сиыр. Тышқан оларға бизнес істеріне бір ой тастағандай болады. Кейін шынымен де сол бизнесті қолға алып, адамдарды жалдап, жұмыстары алға басып, тіпті тышқанмен де достасады. Солай кино аяқталады. Моцарелла с селедкой. Осымен шолуымыз аяқталды. Келесі кездескенше аманшылықта болайық.